Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге күнделік және оның түрлері, күнделік жазудың пайдасы, күнделік қалай жазылу керек, не үшін жазылу керек деген мәселелерді қарастырамыз. Жалпы күнделік, яғни күнделікті жазылып отыратын жазба жұмысы, ол оқушының жеке тұлға ретінде дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы, ой өрісінің кеңеюі осы мектеп қабырғасынан басталады. Күнделік бұл ойларды, эмоцияларды мен сезімдерді білдірудің қарапайым тәсілі. Бұл тәсілді мектеп қабырғасында да пайдалана аламыз. Күнделікті не үшін жазамыз? Яғни күнделікті жазу барысында есте сақтауды жақсарта аламыз. Теріс эмоциялардан құтыла аламыз. Яғни өзіміздегі болып жатқан эмоционалды мәселелерді жазу арқылы біз олардан құтыла алады екенбіз. Өзіңмен танысу, өткеннің естелігі, яғни бүгін жазған, бүгініміз ертеңге тарих демекші, бүгінгі жазған мәселемізді біз келешекте оқи аламыз. Және де өз ойымызды жазу барысында біз өзіміздің қандай екенімізді де осы күнделік жазу барысында анықтай алады екенбіз. Енді күнделіктің қандай түрлері бар? Қарапайым күнделік, жеке өзіңізге арналған күнделік, бизнес күнделік, электронды күнделік, тағы да басқа түрлері бар. Сонымен қатар бұл күнделікті біз сабақта да қолдана аламыз. Әрине ол белгілі бір жүйемен құрылуы керек. Қарапайым күнделік, бұл күнделік әр күнге арналған, яғни күнделікті тірліктер, жоспарын жазып отыруға арналады. Ал жеке күнделік бұл жаңағы ең әуелі эмоционалдық тұрғыдан ширыққан көңілді орнына түсіруге, жаңағы алаңдатып жүрген ойларды қағазға жазып жүруге арналған жеке күнделік. Яғни күнделікті болып жатқан мәселелерді жазуға арналған. Бұл жаңағыдай кез келген адамға, тұлғаға жазуға өте тиімді. Бизнес күнделік бұл бизнесмендерге, жаңағы іскер кісілерге, графигіне бос, уақыт аз адамдарға арналған. Электронды күнделік бұған әр алуан компьютерлік қосымшалар мен бағдарламаларды жатқызады екенбіз. Ендігі кезекте күнделіктің сыртқы және ішкі жағы. Күнделіктің сырты бұл оның бет жүзі. Сондықтан да оны сауатты әрі дұрыс жасау қажет. Күнделіктің сыртқы жағын рәсімдеген кезде әр алуан декоративтік материалдарды қолданып көргеннің пайдасы көп. Яғни оған қызығушылық білдіру арқылы бұл да жаңағы күнделік жазуға өз бір септігін тигізеді. Күнделіктің ішкі жағымен айналысу сыртымен айналысқаннан да қызық. Маңызды екі назерге аудару керек. Бұл күнделіктің беттері мен оларға керекті белгілердің жазылып сызылуы. Яғни сіздің күнделікті жазып отырған мәселелеріңізді кесте ретінде неме болмаса жаңағыдай белгілі бір диаграмма арқылы болсын жазу сізге қызықтырақ болуы мүмкін. Не болмаса парақтардағы суреттер де сізге әсер етуі мүмкін. Яғни күнделікті болып жатқан мәселелерді жазуға. Жазбаларды ерекше түрде тіпті құпия жазу шифр арқылы жазып отыруға да болады. Бұл да бір күнделіктің ерекшелігі деп қарастыра аламыз. Енді біз сабақ барысында жаңағыда қолдануға болатын күнделікке тоқталатын болсақ, жалпы менің күнделігім деп аталады. Бұл жерде күн реті, яғни оқушылар әр айдағы күнделермен, апталармен қарап отыруына өте ыңғайлы. Және де нұсқаулық бұл мұғалім тараптан беріледі, яғни оқушының жаңағыдай таза болуына, ұқыпты, жауапкершілікпен орындауына берілетін нұсқаулық. Сонымен қатар бұл нұсқаулықта шабыттандыратын сөздерді қолдану өте тиімдірек. Себебі бұны оқыған кезде оқушының тапсырманы орындауға деген ынта жігері артуы керек. Сонымен қатар сабақ кестесі, яғни 90-дық, жылдық сабақ кестесін жазу арқылы бұл да оқушыға бір өзіндік пайдасы бар. Жазу дағдысын жетілдіру. Бұл жерде жаңағыдай жазу дағдысын дамытуға қатысты не істеуге болады деген мәселеге жауап берілген. Сонымен қатар ережелер, қазақ тілінде грамматикалық ережелер, яғни сауатты жазуға, грамматикалық ережені білуге өте тиімді. Сабақ барысында қолдануға тиімді күнделік бұл менің күнделігім деп аталады. Яғни
бұл күнделіктің ішінде не бар? Яғни күнтізбелік жоспар. 1 жылдық күнтізбе. Бұл оқушының өзіндік уақытын бағдарлауға өте тиімді. Нұсқаулық бұл мұғалім тараптан оқушыға арналған. Яғни мұғалім оқушының шабыттандыратын, күнделікті жазуға ынталандыратын сөздерді жазумен қатар ұқыптылыққа, жауапкершілікке шақыратын сөздер жазылатын болады. Сабақ кестесі. Сабақ кестесінде жаңағындай оқушы өзінің атын, сыныбын жазып, сонымен қатар өзінің сабақ кестесімен бөліседі. Бұл өзіне ыңғайлырақ және де мұғаліммен кері байланысқа тиімді. Жазу дағдысын жетілдіру. Бұл жерде яғни жазылым әрекетін дамытуға бағытталған тапсырмалар берілген. Яғни осыларды орындау барысында жазылым әрекетін дамыталады. Қате жазбауға бейімделеді. Және де дыбыстар, дауысты дауыссыз дыбыстар, және оның түрлері, әріптер, сонымен қатар көптеген грамматикалық ережелердің берілуі бұл да оқушының сауатты жазуын дағдыландырады. Мұғаліммен кері байланыс ретінде мұғалім оқушы жайында толық ақпаратты жаңағындай білуіне, еске түсіруіне бағытталады. Аты жөні, мекен-жайы, мектебі, сыныбы, телефон номері және ата-анасының байланыс номері жазылады. Келесі кезекте тапсырмалар. Бұл әрине жалпылама жұмыс. Яғни жан-жақты өзінің сауатын дамытуға бағытталады. Функционалды тұрғыда дамуына бағытталады. Яғни бұл жерде түрлі тапсырмалар бар. Кітап оқу, эссе жазу, диктант жазу, сондай тапсырмаларды орындау барысында өзіндік білімін жетілдіреді. Бұның орындау барысында да әрине сауаттылыққа тікелей қатысы бар. Менің таңдауым. Яғни бұл пәнаралық таңдау. Бір қандай пәнде қиыншылық туындап жатыр және ол қандай мәселе, пән жайында оқушының көзқарасы қандай, және де өзіндегі туындаған мәселені оқушы қалай шешеді деген мәселе бойынша жауап береді. Яғни осы сұраққа жауап беру барысында оқушы мен мұғалім арасындағы білім саласында болып жатқан мәселелердің шешімін табуына тікелей тиімді. Мұғаліммен жұмыс. Мұғаліммен жұмыс деп отырғанымыз бұл жерде жаңағындай пән мұғалімі. Мысалдан, сынып жетекшіміз қазақ тілінен берсе, бірақ оқушы тарих сабағынан қиналатын болса, оқушы мен мұғалім, сынып жетекшісі жаңағы тарих мұғалімімен бірге жұмыс жасайды. Яғни ұзақ мерзімді жоспардағы тақырыптарды белгілей отырып, қандай тақырыптан қиындықтар туындады, соны мәселені жазып, мұғаліммен кері байланыс жасап отырады. Бұл 4.90-ға арналған. Келесі кезекте өзіндік жұмыс. Өзіндік жұмыс оқушының пәнді дамытуына арналған жеке жұмысы. Мұғалімнен тысқары өзі не істей алады? Кітап оқу мүмкін, я болмаса кітапханаға бару мүмкін деген сынды мәселелер бойынша өзіндік істегісі келген тақырыпқа қатысты жұмыстарды орындайтын болады. Және де сол жұмыстарды орындау барысында қандай нәтижеге жетті, қиындық туындырған мәселенің шешімін таба алды ма деген мәселені де жаза отырып, мұғалім мен оқушы тарапынан кері байланыс беріледі. 90-дық бағалау, яғни оқушы қандай нәтижеге көрсетті? Бірінші 90-да қандай еді, 4-ші 90-да қандай еді, қандай өзгерістер бар деген мәселе бойынша бұл жерде толтыратын болады. Және де жазылым әрекеттерін дамыту барысында хат, ашық хат, эссе, диктанттың түрлеріне қатысты жазба жұмыстарын орындау арқылы да жазылым әрекетін сауаттылығын дамытуға бағытталады. Ал жеке күнделігім дегенде жаңағы оқушы өзінің өмірінде сабақ барысында қандай мәселелер болды, жеке өмірінде қандай мәселелер бар, қандай оқиғалар орын алды деген мәселені оқушылар жазады. Мұғалім оқып, оқушымен жеке жұмыс жасау үшін өте тиімді. Өйткені жазудың пайдасы өте көп. Жеке өмірге қатысты болсын, сабақ барысында болсын, бизнес саласында болсын, күнделік жазудың пайдасы жалпы тұлғаны жауапкершілігін арттырып, жаңағыдай күнделікті бір жүйемен жұмыс жасауына және жұмыстың өнімділігіне тікелей әсер етеді. Күнделік бұл адамның өмірінде болып жатқан оқиғаларды жеткізуге, оларға эмоционалды бояу беруге, оларды талдауға, қорытынды жасауға көмектесетін өз ойларын білдіру тәсілі. Ол қағазға жазу арқылы, электронды түрде жазу арқылы жүзеге асады. Күнделік жазудың өте пайдасы көп. Күнделік жазуға кеңес беремін. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.